дұға жасаған кезінде Алла тағаладан үш нәрседен сақтауды сұраңыз. Бірінші, пайдасыз білімнен. Екінші, тоймайтын нәпсіден. Үшінші, қабыл болмайтын дұғадан. Пайғамбарымыздан сахабалар сұраған кезінде пайдасыз білім болады ма деген кезінде ардықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам я пайдасыз білім болады деп үнемі Алла тағаладан пайдалы білім беруін дұға ететін. Екінші, ол нәпсі құмарлық. Нәпсі құмарлығымыз біздің тоймайды. Сондықтан біз Алла тағаладан сол тоймайтын нәпсі құмарлықтан сақтауды тілеп дұға еткеніміз жөн. Ал үшінші, қабыл болмайтын дұға. Қабыл болмайтын дұға деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айтқан, егер ішкені харам, жегені харам адам болатын болса, оның дұғасы қалай қабыл болмақ дейді. Сондықтан Алла тағаладан дұғамыздың қабыл болуын үнемі сұрап, соған амал етіп жүргеніміз жөн болмақ. Яғни жейтін, ішетін тамақтарымызға мән беру керек. Өйткені асымыз адалынан болса, дұғамыз да соған сәйкесінше қабыл болады. Алла тағала осы үш амалды іске асыруды және дұғамызда жиі-жиі қайталап жүруімізді баршамызға нәсіп етсін.